Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Өз ойым ток-шоуы 15:00 әдеттегіше. Біз хабарымызды бастаймыз, құрметті көрермен, және де Алмас, мен қазір назарларыңызды экранға аударғым келеді. Дауысымен берсеңіз. Мне сына принес книжку со школы. С 5 лет. Сейчас тебе покажу. И я просто... 5 жастан... Откуда я берусь? 5 жастан бастап балаларға арналған кітап. Опа! Тут начинается самая жесть. Опа! Мынау Қазақстанда ма бұл? Жоқ, бұл Қазақстанда емес, сен көріп тұрсың ғой әрпінен. Еуропа мемлекеттері 5 жастан бастап балаға жыныстық қатынастың алғышарттар түсіндіріле бастайды дейсің. Иә, түсіндіріледі. Сурет арқылы. Енді ары қарай комментировать етіп ойбай, мына немене? Енді өте Құдай сақтасын. былай қарасаңыз ұят. Иә, әрине 5 жастан бастап. Қалай 5 жастағы балаға осылай көрсетуге болады. Сенің ойың? Әлбетте, мынау енді тіпті сөз жоқ қой бұған, Құдай сақтасын. Біздер расында сөз таба алмай қалдым. Жақсы, сен сөзіне қарасам мүлдем қолдамайсың. Кішкентайына балаға мұндай кішкентайға балаң Кім кішкентай? Қанша жастан бастап мұндай дүниелерді түсіндіру керек? Онан асқасын, оның дүние таным қалыптаса бастағаннан кейін, анау не, мынау не деп сұрай бастағаннан кейін болмаса, бала 2 жасынан 3 жасынан бастап сұрай бастайды, анау не, мынау де дегенді. Ол кезде неге жауап бересің? Енді сұрамайды шығар, телевизор ана не істеп жатыр, бір-бірінің ерін жеп жатыр ма деп сұрамайды шығар енді ондай. Сұрамайды, иә? Иә, деп Жақсы, ойлаймын мен біздің енді. студиямызда қонақтар да өз ойын пікірін айта жатар. Былтыр Ақтөбе облысында 63 мектеп оқушысы жүкті болған. Енді Алмас, сенесің бе, соның ішінде 14 жастағы қыз бала да бар. Сенемен, сен айтсаң. Жалпы жасына жетпей жігітпен төсекке асығатын, содан қалай аяғы ауырлап қалғанын білмей, аборт деп алқынатын қыздардың қаптап бара жатырғаны жасырын емес Ләйлә. Мұның барлығы мамандар жыныстық тәрбиенің жоқтығынан көріп отыр. Біздің бүгінгі тақырыбымыз жыныстық тәрбие жалпы қажет пе, және де қанша жасынан бастап біз балаларымызға бұл туралы айта бастауымыз керек. Студиямызда мамандар бар, психологтар бар, гинеколог бар, және де осы тақырыпқа байланысты өзінің ойын пікірін айтқысы келетін ата-аналар да бар. Алдымен кезекті экранға назарларыңыз аударғым келеді. Sen çarşının sırtı ne zaman? Burası жақсы ғой. Тренд емес па, мода. Модный ғой сенің. Мам, неге менің қарындасым жоқ? Енді болашақта болады ғой. Көп қарындастарым болады. Мынау түрін бердің ма саған? Шыққат мақсаған. Неме жұмысы? Тауықтың етін, тағы да нан. Нан ұлболың деймін, қорғыз қолды ма? Нан, шай және ем. Мама, бала, қай жерден пайда болады? Қабыстан Сіздің болашақта балаңызға не жауап беріп едіңіз? Айста келді. Айста келді. Айста келді. Сөйлейсің бе? Туфама. Не знаю, мне не задает такие вопросы. Коридорға құсты ғой. Коридорға құсты дейді сені. Қайдан бала пайда ғой? Өзі қалай ойлайсың? Іште? Дұрыс ойлайсың енді. Оны Құдай береді. Құдай береді дейді. Мама мен пападан пайда боласың. Пападан пайда боласың, бірақ ананың ішіне шығасың. Түсіндің бе? Жаңа Соры. түсіндім. Екі адамның махаббатынан пайда болады ғой. Ертең өзің үлкен болғанда түсінесің, жарай ма? Сен мультик көрдің бе? Баланы? Айсын бар ғой, айсын әкеледі ғой, кеп әрбір терезенің алдына. Мультик қарашы сен. Ақбұқтар бар, ақбұқтардан Жақсы балалар. жақсы балаларды әкеледі. Жаңа бұлттардан Анандай тұншы неден жаман балалар, келе алмайтын жаман балалар, қызық балалар. жылауы, келгенде түсінесің деп айтатын. Мен өзі
Sıra verген жоқ ешкім. Балаңыз сұраған жоқ па? Жоқ. Нешінші балаңыз? 6-шы. 6 адам біреуді де сұраған жоқ па? Көргендеріңізде нақты жауап жоқ. Біреу алып қашса, біреу білмеймін деп кетті. Сонда нақты жауапты кім береді? Халықтың босақтығы мүлдем дайын емес. Біздің студиямызда жаңа ғана айтқан болатынбыз, мамандар бар деп, соның ішінде психолог Жанар және Анаргүл ханым отыр. Екі бірдей психолог, екі бірдей психологтың пікірі бір жерде тоғысар мекен, керісінше екеуінікі екі түрлі мекен. Жанар ханым, бірінші микрофонды сіз алыңызшы. Өткен хабарларымызда байқап жүрмін, сіздің қазіргі таңда барлық жастардың пікірін қолдап, трендтегі барлық тақырыптармен хабардар екеніңізді. Қанша жастан бастап балаға біз осындай дүниелерді көрсетуіміз керек? Мен қорқып отырмын, 5 жасар бала мынадай кітапты көрсе, шошып кете ме деп, Алмастың сөзіне қосылам. Әрине, енді біздің қазақ жерімізде 5 жастан көрсету бұл дүниелерді әрине ұят. Ұят болғанның артында оны әзірше баланың психологиясы оны түсіне қоймайды, оған жете қоймайды. Ал енді біздің жасымызға келетін болсақ, ол 7-10 жас аралығында. Мәселе дәл осындай картина түрінде түсіндіру емес, бастысы өзіміздің мүшелерімізді дұрыс атаудан бастау. Өйткені бір мысал келтіре кетсем, Ресей елінде бір мектепте болған жағдай. Қызға өзінің төменгі жағындағы атын печенье деп атап қойған анасы. Бұл сенің печеньең деп. Сонымен қызға басқа бір ер азамат тиісе бастайды сол печеньесіне. Сосын мұғаліміне келіп айтады: осында ер азамат менің печеньемді тиісе бастады, мен онымен бөлісейін бе деп. Сол кезде мұғалім білмейді оны, шын мәнінде ол печенье ма, ол басқа зат па. Сол кезде ол айтады: әрине ол печенье ғой, сен бөлісу керексің деп. Сонымен қыздың, ол кезде қыздың жасы 10-ға жақындаған жас, қыз осындай бір сәтке келген. Атын дұрыс атамағаннан бастап. Сондықтан айтарым, 7-8-10 жастың аралығында бастысы ер азамат пен әйел азаматының атын дұрыстап айтудан бастау. Яғни ешқандай да бір алмастырудың еш қажеті жоқ. Алмастырудың қажеті жоқ. Айырмашылығын үйрету керек. Айырмашылығын үйрету керек. Өйткені көбіне білесіздер ғой, осындай бір жағдайлар болып жатқанда әсіресе қыздармен ана жерім, мына жерімді деп айтады. Шын мәнінде атын атамайды. Атын атамайды. Ана жерім, мына жерім деп неге полицияға келгеннің өзіне оны протоколға жаза алмайды да. Ана жер мен мына жер деп аталып кетеді. Ол дұрыс қабылданбайды да. Шын мәнінде қай жерін, қолын тиісті ма, басын тиісті ма, шашына тиісті ма, білмейміз ғой, ана жер деген сияқты. Сондықтан менің ойым бірінші баста 7 мен 10 аралығында ең бірінші атынан атап үйрету. Мен бар ғой, кешіріңіз, сіздің сөзімен келіспеуім де мүмкін, өйткені 7 жасар қызға сенің ана жерің қалай аталатынын айту мен үшін бір күнде, бір сәтте ыңғайсыз, бір сәтте. Оған өзіміз ата-ана ретінде дайын емеспіз. Ол қыздың өзін бір неге сонда біздің мамандар алшақ бір бөлек әлемде өмір сүретін сияқтысыздар сіздер. Бір нәрсені айта бересіздер, ол қолданысқа түк енбейді. Қолданыстағы заңдылық, мысалы біздің өз заңдылығымыз ол еш уақытта бұзылмайды. Кім, Анаргүл ханым, ал қосылыңызшы, ал қасыңызда отыр, тура. Сіз де психологсыз. Ал 7 жастан қызыңызға төменгі жағын өз атауымен атауды үйрету керек дейді. Қасыңыздағы Жанар. Енді сіз не дейсіз? Ес білген бала 3 жастан бастап 9 жасқа дейін осы жыныстық, яғни айырмашылықты біле бастайды. Мысалы, балабақшаның өзінде. Мен бірден сұрақ қойдым сізге. 7 жасар қызға ана жағын атымен атауды үйрету керек. Дұрыс па? Мен енді әріптесімнің айтқанымен келісемін. Міндетті түрде бала өзінің барлық нәрсе өзінің атауымен аталуы қажет. Ол кез келген маман, кез келген әрине ата-ана үшін ұят болса да, ол бала саналы түрде білуі қажет. Өйткені өскен кезде балада сенімсіздік осы жерден пайда бола бастайды. Сонда атын білмегеннен ғана сол опық жеп жатыр ма сонда қазіргі мәселен? Жоқ, мәселе атын білгенде ғана емес. Жоқ, біз осындай майдадан бастайық әңгімені. Иә, осындай жай, осындай нәрсе. Ары қарай кете береміз қазір, түсініп отырмын. Бір сағат көлемінде біраз жерге барып қалатынымызды. Ау, қасыңыздағы жігіт. Мен енді бұл кісілер кішкене қарсы келем. Мысалға, біздің жасымыз, мына ағамыз біздің ата-анамызды үйреткен емес. Дұрыс па? Табиғаттың өзі, қоғамның өзі үйретіп алады негізі. Әпшу беріш, насыбай беріш. Солай үйретіп алады. Ал мына кісілерге мен қарсымын. Оны айту керек деген ол. Шынымен Қазақстанда ғылым бар ғой, өмірден бөлек өмір сүретін сияқты шынымен де, көріп отырсыз. Сондай сияқты менің ойымша, Осы студияның өзінде отырған қыз жігіттер, сіздер қазір айтып жатсаңыздар, бәрі бет теріс қарайды. Ал, елмасай, сіз айтыңызша, не деп айтамыз мысалы? Бұл үлкен кісілер ұялып отыр мысалы.
жазар қазір бала. айтпайық десек те желі әр балаға қол жетімді емес па? Бала мысалы желіні ашып, қажетті өзіне ақпаратты ала алады. Бізді көріп Біз одан отырған сақтандыра алмаймыз баламызды. Сол үшін желіден бұрын ата-анасы желіден бұрын ескертіп, балаға үйретіп, түсіндіріп айтуы қажет деп. Құрметті психология, былай етейік. Екеуіңіз. Өмірге жақындайық. Иә, қазақтың салтына, қазақтың салт дәстүріне қарай иіліп, ғылымды солай оңтайландырайық, діннің өзін оңтайландырып жатыр ғой қазақтың өміріне. Печенье деп аталмаймыз ғой енді. Шын мәнінде печенье деп аталмаймыз. Печенье деген орысша сөз ғой, қазақша бірдеңе айту керек. Бірдеңе айту. Жоқ, Алмас, мен де оған қарсымын. Кәмпит деп атай алмайсың ғой. Кәмпит дегенде орысша. Проблема бізде ғой, балаларда емес. Проблема бізде. Біздің санамызда, біздің айта алмайтынымызда. Жоқ, атымен атау керек дегенге мен толық келсем. Иә, бірақ аты оның былай күнделікті өмірде күнде аталып жатқан жоқ. Ересек адамдардың өзіне бір ашудан шектен шығып кеткен кезде бар, жеме болмаса, ондай кезде айтылмайды. Оны сен қарапайым шайдың үстінде отырып айта алмайсың ондай сөздерді. Бұл тақырыптың өзінде шайдың үстінде айтылатын тақырып емес қой енді. Жарайды. Құдайға шүкір сағат 1-де емес эфиріміз, а? Енді жоқ, қай уақытта оны мысалға ұят болмайтындай, өгізде өлтірмей, арбаны да сылдырмайтындай, ұяттан бетіңде қызармайтындай, балаға да дұрыс тәрбие берілетіндей бір ортаға табу керек қой. Тақырыпты ұсынған кезде мен өз жолдасыма қойдым. Өйткені менің қазіргі 8-ге жақындап қалған ұлым бар, үлкен ұлым. Сен енді ер азамат ретінде кішкене жақындап ол айту керек қой енді әңгімені. Мен бастамаймын, иә? Сен қалайсың, өзі дайынсың ба деп едім. Жоқ, маған әзірше уақыт керек. Мүмкін ол бір 10-нан ассын дейді. 10-нан асқаннан кейін ол бала бәленің бәрін ол бәрін түсініп тұрады, әкесінің айтып жатқан әңгімесін жеңіл жақсы деп болады. отыра Біз оңай жауапкершілікті баланың өзіне ысырып тастағанбыз. Қазір қарап отырсаңыздар, өйткені оны тәрбиелейтін орта бар, интернет бар, Құдайға шүкір. Одан кейін интернеттен кейін бізге әңгіме айту жеңіл, өйткені бала сенен көп біліп тұрады сол уақытта. Қарап отырсаңыздар. Сол кезде ата мен баланың арасындағы бір-біріне сенімшілдік кетеді. Біз сен де Алмас, мен де бәріміз сауатсызбыз. Мен бұнымен келісемін. Өйткені қызығушылық балада туындайды 3 жаста. Сол үшін сол қызығушылықты әр ата-ана баланың берген сұрағына дұрыс жауап беруі қажет. Жақсы, мен қазір ортаға сауатты болғым келеді, және де сауаттымын, сауатты болса екен балам деп жүрген ата-аналарды шақыра бастасам деп отырмын. Жанатты кіргізгім келеді бірінші. Ең бастысы тәрбие үйден басталады. Бізде үйде тәртібіміз бір-бірімізге деген сыр жоқ. Әрдайым бір-бірімізге шындықты айту, сырласу. Бізде бұрында айтушы еді ғой, ұят болады, ұят болады. Ұят болады дегеннің астында не жатыр? Соны бізге түсіндірмеген. Ал қазір мен соған қарап түсіндіргім келеді. Асықпай отырып, ұят болады. Не үшін ұят болады? Қызым, етегіңді жауып жүр, ұят болады. Сен өсіп келе жатырсың. Тәртіпті бол, ұлыма қыздарды сыйла. Менің ойымша үйде отырғанда ұлға да қызға да сондай нәрселерді көп айтқан дұрыс. Кішкентай кезінен ұлдың ұл, қыздың қыз екенін ажыратып түсіндіру керек бір-біріне. Ең бастысы үйде ана мен әке айтып отыру керек. Жанат, үлкеніңіз нешеде? 11-де. 11-де. Ұл қыз? Қыз. Одан кейін қыз? Қыз 10-да. 10-ға толады. Қатар? 11-де 10-да. Сосын 8-де ұл. 6-ға толады енді кіші ұлым. Нағыз сізге керек тақырып болып отыр ғой бір жағынан, иә. Үлкен қызбен сырласасыз ба, үлкендермен? Әрине. Олар қыздың қыз екенін, ұлдың ұл екенін, менің ойымша 3 жасынан, 4 жасынан уже айта бастау керек. Үйде тәрбиелеп, өзіңе қарай тартып, сырласып. Қазірде мынау 2 қызым өздерін мазалап жүрген ойларын, көп сұрақтар қойып, маған айтады ашық түрде. Ашық түрде айтады. Сырласып. Бір телевизорда сүйісіп жатқандарды көрсе, балалар сұрап, қызығып, бұл не немесе? Шығып кетеді, немесе ауыстырып жібереді. Көрсе. Өйткені кішкентайынан сіздер ұят деп айттыңыз. Бұл да дұрыс емес қой расында. Оның көріп тұр ғой, оның демек ол басқа нәрсе болып жатқанын көріп тұр. Жабық дүние дегенге келтіріп тұрмыз ғой, саған болмайды. Саған болмайды. Сіз оған көре беруіңіз керек қой, сіз бірге отыр қасымда. Мен саған үйретемін олар не істеп жатқанын. Бұлай негізі өмірде істеуге болмайды. 3-4 жасында менімше ұят болар, шыны керек. Телевизорды бірге көріп отырған. Біз өзімізде ауыстырып тастаймыз. Ал неше жастан бастап бірге көріп?
қазір барлығы гаджет заманы ғой. Өздері ютубтан, интернеттен көріп алады. Көріп алсын дейсің. Өздеріне ойына келген нәрсені істеуі мүмкін. Сол үшін біз үйде үйретуіміз керек. Не істеу керек екенін, қалай. Жаңа айтады, телевизорды бірге көрмейміз, ютубтан өздері көріп алсын дейді ғой. Менің көзімнен таса болса бұл болды. жерде бала емес алып отырған анасы ғой. Сол ғой. Иә. Бізде айтып жатады ғой, ұят болады деп бізде көп қысып саған ғой, қысып өсірген. Жаңа бірақ ақпарат оқып бердім Ақтөбе облысына байланысты. Бұның проблема негізі ол кішкентай қыздарда емес, аяғы ауырған, ата-анада, иә. Ол яғни сіз сияқты, мен сияқты аналарда проблема. Еш уақытта бұл жерде әкені де кінәлай алмайсың, өйткені әкенің бәрінде түсінік. Шешесі бар ғой. Неғып отыр шешесі, қарамай ана қызына. Неғып отыр үйретпей. Жоқ, қызына, дұрыс, қызына шешесі. Мен бірақ, ұлға әкесі жауапты ғой енді. Бірде секіріп кетті ғой. Жоқ, ұлға әкесі жауапты, кім айтсыш? Әкесі де анасы да жауапты. Дұрыс айтамын, әкесі бірақ моншаға апарады, ертіп, былай жүр деген сияқты. Шешеңмен ертіп барғанда басын жарылады деген анекдотта бар еді. Өздеріне ыңғайлы позиция, оны өтірік айтпақ қой. Қызды моншаға ертіп апара алмаймын ғой енді мен Ләйлә. Жоқ, енді мәселе оны моншаға апар деген. Енді сол кезде көреді ғой енді осындай екенін, ер адамдар жүргенін. Екеуі бірге емес пе? Әке шеше қатар отырып айтса болмай ма? Ал қызға оны ер адам айта алмайды ғой расында Ләйлә, дұрыс па? Қызға жеке анасы. Қызға жеке анасы айтсын. Анасы жеке отырған. Ұлды әкесі айтсын. Ал енді бірақ отбасылар бар ғой. Екіқабат қылған ол менің сенім, менің ойымша 20 жасар жігіт емес, ол өзімен қатар жігіт сол. 14 жасар ма? 14-15 жасар жігіттер. Сонда қыз оңбаған екіқабат болған. Ал жігіт ештеңе етпейді. Жігіт сері ғой десең. Жауапкершілікті алмайды. Жауапкершілік алмайды. Жақсы, ыңғайлы, бәрінен ыңғайлы. Меніңше үйде отырған кезде ұлға да, қызға да бірдей үйрету керек, әке-шеше. Мәселе сода, сіздің үйде мәселе қалай неғылады? Бізде мәселе, мен ұлыма кішкентайынан айтамын, қызға қол көтеруге болмайды, қызды сыйлау керек. 70% ата-ана баласымен жыныстық қарым-қатынас туралы ашық сөйлесе алмайды. Неліктен біз жарнамадан кейін оны ата-аналардың өздерінен сұраймыз. Соңғы 5 жылда Қазақстанда 33 мың жас өспірім қыз аборт жасатқан. Жасанды түсікке барғандардың 10 мыңға жуығы небәрі 15 жаста. Өткен жылдың өзінде 15-18 жас аралығындағы 1400 қыз түсік тастап баласынан бас тартқан. Бұл көрсеткіш 2015 жылмен салыстырғанда 1,3 есе көп. Ал Еуропа елдерінен 2 есеге артық көрсеткіш бұл дегеніңіз. Қазір айтады, заман өзгермейді, адам өзгереміз. Өйткені бала технологияға байланысты баланың іштен құрсақта болып дүниеге келгеннен бастап бала өте өмірге деген өте ақылды, өте өрескел бала туған біз қазір көріп жатырмыз. Сол үшін қазіргі жаңа әр кейіпкеріміз айтып отыр, енді бұнда сұрақ екі ата-ана жаңа сіздерді айтып жатсыздар, екі ата-ананың жауапкершілігі мойнында болуы қажет. Әкенің де шешенің де жауапкершілігі. Өйткені ананың тек қызына ғана. Қыздың да алдында. Біз бөліп алғанбыз әдейі өзімізге ыңғайлы қылып. Қыздың басындағы проблема тек қана шешесінің проблемасы. Ұлдың басына бір нәрсе болса, Құдайға шүкір, ұлдардың проблемасын 20-ға дейін естімейміз. 20-дан кейін ғой, бұзықтық жасайды, көлік айдайды, үйтеді, бүйтеді. Бірақ та осы 20-ға дейін ұл не істеді, не қойды, оның жеке жыныстық қарым-қатынасында қандай проблемалар болды, оған әкенің қатысы жоқ сияқты, шешенің қатысы жоқ сияқты. Осы жағын ғана айтып отыр. Мен шырылдап отқан бірақ нәрсе, жауапкершілік екі жақтан ғана. Анасы қызына қажетті кеңес беру керек, ал әкесі ұлына қажетті кеңес беру қажет. Әрине дұрыс қой сіздің айтып отырғаныңыз, бірақ ұлға да анасы үйрету керек. Дәл қазір талқыланып жатқан тақырыпта біздің қаламыздың тұрғындары қандай пікірде екен қарап өтейік. Конечно, қазір бәрін айту керек қой қазір заманда. Сондай не бар ғой, мұғалімдер де бәрін айтып түсіндіру керек қой. Қазір интернетте бәрін үйретіп жатыр ғой қазір. Енді переходной возрастқа келгенде берген дұрыс шығар. Я думаю, наверное, где-то с 5-6 класса уже, потому что нынешняя молодежь очень быстро развита. Қазір өмірде неше түрлі болып жатыр ғой. Әсіресе 15-16 жастан кішкентайлы болып жаңа қыздар алданып. Жігіттер алдайды. Мен сені аламын осылай деп жігіттер
жігіттерге де сеніп керек жоқ қазір. Вот қыздар енді болып жатыр қазір 9 оқитындар қыздар жүкті болып қалып жатыр. 18-ден бастап жасайдан беру керек деп ойлаймын. Енді ол ата-анасының кінәсі ғой үйретпеген жастайынан. Енді өсе келе шешесі сөйлесу керек қыз баламен, шешесі тәрбиелеу керек, шешесі айту керек, әкесі емес. Әкесі баласын тәрбиелеу керек. Жыныстық тәрбие беру керек деген пікіріңіз бар екен сіздің кішкентайынан. Мен сондықтан ғой сіз бәрін ашық айтуға және де сауаттылық танытатын ата-ана ретінде мен солай қабылдадым сізді. Ашық ойларын айтқан кезде дұрыс жағын үйретуге. Былай айтайықшы, дәл осы ашық ой дегеннен шығады. Ұлыңыздың немесе қызыңыздың бір өзіңізді таңғалдырған бір ашық ойын айтыңызшы дәл қазір. Мына психологтар да сіздің балаларыңыздың ойлау дәрежесі қандай дәрежеде екенін білсін, халық білсін. Мысалы, ашық ой деп сіз қандай ойды айтасыз? Ауырып тұр. Ішім ауырып тұр дей ма? Ішім төмен жағы ауырып тұр. Не істейін? Неге ол ауырып тұр? Сол кезде барынша түсіндіріп айтамын. Қанша жасында айтуы мүмкін қыз балалар? Қыз балалар 6-7 жасынан бері қарай айта береді ғой, көбінесе. Жерден нақты сіз қашан айттыңыз қызыңызға? Басты ең үлкен 11 жасар қызыңыз қай уақыттан бастап осы тақырып бойынша ашық әңгіме айта аласыз? 5-6 жасында сұраған, телевизорден көріп, неге олай істейді? Ол дұрыс па деген сияқты сұрақтарды қойып. Сіздің жауабыңыз қандай болды сол кезде? Сол кезде мен үйреткенім, менің айтқаным, үлкен адамдар, ерлі зайыптылар, қызбен жігіт кездеседі, үйленеді. Үйленгеннің несінен осылай қатынасқа түседі, бала көреді. Бала қайдан келеді? Сол олардың қойған сұрақтары бірінші. Қойды, иә? Ол өте дұрыс, қалыпты жағдай. Қоймаса сіз қорқыңыз, бала қоймаса ондай сұрақты. Ал кіші кезінде ата-әжелер айтқан, капустан арасынан тауып алдым. Сондай сияқтыларды. Ол өсе келе олар уже түсіне бастады. Өтірік екен, иә? Сіз күйеуіңізбен құшақтасасыз ба балалардың көзінше? Әрине. Ерінмен сүйсесіздер ме? Жоқ. Міне, мәселе осында. Біз көбіміз ұяламыз. Жай ғана ерінмен ерін тигізудің өзі. Оны мен де солай ойлайтынмын. Ұят қой. Кейін мен түсіндім. Олар соны көрсе, оны қалыпты жағдай деп қабылдайды. Әке шешенің ортасындағы махаббатты. Дұрыс, өте дұрыс. Біздің үйдегі қалыпты жағдай осы жағдай. Қазіргі екінші ұлымда 2 жасар, ол күнделікті. Әкесі жұмыстан келген кезде, шығарып салар кезде міндетті түрде ерінен сүйе шығарып салу. Оларды бұл енді тәрбиенің бір түрі ғой. Бұл жыныстық тәрбиеге де келетін бастапқы бір тәрбиенің бірі, бірақ үй тәрбиесінде біз көрсетеміз. Бұл нормально. Бұның ешқандай ұяттығы жоқ. Өйткені көбіне қазір балабақшаның өзінде бір-біріне ұлдар мен қыздар бір-бірін сүйдік деп келіп жатады әңгімесінде. Сондықтан біз қашамыз ата-ана ретінде. Ал балалар оған дайын. Психологиялық тұрғыда дайын. Демек, жаңағы хабарымыздың басында көрсетілген анау бейнедегі кітапша, ол белгілі бір халықтарда, белгілі бір мемлекеттерде ол қалыпты жағдайға айналып кеткеннен кейін олар ұсынып отыр халыққа, сұраныс болған соң. Менің қорқатыным осы бізге келмес пе екен, мысалы? Ол неменеге қорқасыз? Қалыпты жағдай деп отыр ғой оларда. Жоқ, оларда. Бізге де ертең қалыпты жағдай болады ғой бізге. 10 жылдан кейін осылай келуі мүмкін бе? Мүмкін деп ойлаймын. Неге қорқасыз? Өйткені бағанадан бері айтып отырмыз ғой, балаларымыздың дамып кеткен жағдайында, гаджеттің дамып кеткен кезінде, бұл кітап жүзінде ғана көрініп тұрған дүние. Ал шын мәнінде ютубта ашсыншы, ол күнделікті болып жатқан жағдай. Біз өзіміз, мәселе бізде ғой, мына советтік өкіметінің кезінен бері өсіп келе жатқан адамдар, біз ұяламыз. СССР-да секс жоқ. Иә, біз ұяламыз. Ал бізден кейінгі, мына 2000 жылдан кейінгі жоғары балалар, ол тақырып оларға ашық түрлі, оларға норма бұл. Оны ұялмайды одан. Z поколение дейді ғой енді, білмеймін қаншалықты Z поколение, Y поколение. Бірақ мен осы кітапқа айтып кететін, ол балаға керісі әсерін тигізеді. Өйткені балаға көруден бұрын сөз арқылы түсіндіру қажет. Бала көрсе, керісінше ата-анасына немесе жалаңаш адамды көрсе, соған жеп көрініш сезім пайда болуы мүмкін. Шын мәнінде осы жерде шындықты айтайықшы. Кішкентай кезімізден келесі бөлмеде ата-анамыздың дауысында басқасында естіп өскен балалармыз. Бұл бар дүние. Ол кезде ұят болады да, фотодан көрсеткен кезде ол ұят болмайды. Сонда қалай? Қайсысы дұрыс?
Біз бар ғой солай жата дамитынымызды берсін түсініп бе? отырмыз. Біз дамитынымызды түсініп отырмыз. Алмастың айтқан сөзінің жаны бар, және де Алмастың талабы да орынды. Біздің психология, қазақы психология болғаны жөн. Және де ол бір қандай да бір қалыптасу, яғни адаптационный период дейміз ба, сондай кезеңнен өту керек шығар. Ол қазақилану керек шығар. Ол біздің болмысымызға сай болу керек шығар. Және де қарыштап дамып кеткені де бізге қорқыныш ұялататын шығар. Яғни мынандай кітаптың 2 жылдан кейін пайда болса, мысалы, болмаса сіз қазір анау кітап дүкендеріне барсаңыз, мұндай кітаптың 7 атасын тауып аласыз. Иә, бар да шығар. Көрдіңіз бе, бізге қарыштап дамудың өзі әзірге біз оған дайын емеспіз. Мысалға, қазақтың өзі ұялатын да қызық мәселен. Надан адам ұялатын нәрселерден ұялмайды, ұялмас нәрселерден ұялып жүреді деп та. Сол секілді біз мысалға ағылшынша секс деген сөзді ол таза қазақшаға аудармасы жыныс деген сөз. А бізге ол секс деп 4 әріппен жазылса ол ұят нәрсе. Ал сексуолог деп 7 әріппен жазылса ол маман. Ол адамға айналып шыға келді. Біз соны ара-жігін ажырата алмай, секс деген ұят нәрсе, сексуолог деген ал ұят емес, соны кез келген жерде айта беруге болады деп ойлаймыз да. Келісесіздер ме? Студия, сіздерде ұялмаңыздар енді. ұялып Пікірлеріңізде, түсініп отырмын. Жоқ, дәл сондай психологиямен жүрген халықты бірден сен мынаны атымен айтып кете ғой, мынаны атымен айтып кете ғой деп тәрбиелеу қисынсыз болатын сияқты да, осындай кезде. Ол сіздің ойыңыз, әрине. Келісемін, сіздің ойыңызбен. Бірақ енді екінші жағы да бар ғой, ят деп, арты ятқа айналып жатқан жаңағы Ақтөбенің өзі де қаншама дүние ғой. Балаға сексуалды тәрбие берудің өзі тәрбиесіздік. Келесі кейіпкеріміздің пікірі не осындай. 4 баланың анасын толығырақ жарнамадан соң тыңдаймыз. Шамамен 30% ата-ана ғана баласымен жыныстық қатынас туралы әңгіме құралады. Ал 70% тіпті психологиялық тұрғыдан ондай тәрбиеге дайын емес болып шыққан. Отбасының әлеуметтік жағдайын тексерген құзыретті орган ерте жүктілікке шалдығатын қыздардың 37% толық емес отбасынан шыққан деп отыр. 80% қыздың әлеуметтік жағдайы өте төмен. Құрметті көрермендер, қарсы алайық. Гүлфайрус Ыстыбаева біздің хабарымыздың келесі кейіпкері. Гүлфайрус ханым, сәлеметсіз бе? Сіздің де 4 балаңыз бар? 4 балам бар. Құдайға шүкір. Менде бұйырса 4 балам бар. Үлкенім 24-те қыз баласы, 23-те ұлым, 13-те қызым, одан кейін 7-те ең кішкентайым. Қараңызшы, 24-тегі қыз бен 13-тегі қыз ба? Екеуінің тәрбиесінде, болмаса екеуінің мына өмірді қабылдауында, екеуінің жалпы осы тақырыпта алшақтық байқала ма? 24-тегі қызыңыз 13 жастағы қазіргі қызыңыздай болды ма? Болды. Тура сондай ма қазіргі? Иә. Айырмашылық жоқ екен. Уақыт өзгерді, ештеңе Қоятын сұрақтарында түкке ешқандай айырмашылық болған жоқ, иә? Қазіргі 13 жасар қыз ілгерілеп кеткен. Психологтар айтады ғой, ерте жетіліп жатыр, қазіргі балдар 14 жаста жүкті болып жатыр, туып жатыр деген сияқты. Жоқ, мен оған қарсымын негізі. Үйде үйретеді деген, жаңағы үйде бала қыз баласына үйрету дегенге қарсымын мен негізі. Қайдан үйренеді? Қайдан? Кімнен сұрайды оның бәрін? Ой, үйреніп алады, керек болса өздеріне. Бала мектепіне ненің арасында қатарларынан қалмай үйренеді ол. Бала оны көзін ашып ешкім үйретпейді дейсіз ғой, жігітпен жүруді, жатуды. Не сұмды ғой айту десеңізші, ыңғайсыз емес. Өз уақыты келсе, олар микрофонды алып отырыңыздар. Уақыты келгеннен кейін өздері үйреніп алады. Иә, уақыты келгенде ақыры үйренеді. Иә, ол бізден сұрамайды. Бірақ дейді да, мына кісілер айтады да, ана Ақтөбеде 14 жастағы бір кішкентай қыз 2 қабат болып қапты. Бұл жаман нәрсе ғой расында. Бұл кісілер айтады, мүмкін дейді, үйінде ата-анасы үйретпегендіктен сондай болған шығар-ау дейді да. Жоқ, одан емес. Неден? Білмей қалғаны. Егерде ерте үйренсе, бала ерте жаңағы айтып отырса, ерте баланың ойы несіне ағмай ма, бұзылмай ма? Кішкентайынан. Бұзылмай ма? Ерте үйреніп қойса. Ерте бастаған балаға өсіп келатқаннан баланы айтып отырса. Ол да кәдімгі ақпарат қой, кәдімгі күнделікті алып жатқан, жаңадан үйреніп жатқан сабақ сияқты. Сол сияқты бұл дұрыс дүние. Сіз қайдан үйрендіңіз? Айтыңызшы. Мен мысалға айтып тұрмын ғой, мен өз қатармен жүрдім. Мысалға уақыты келген кезімізде қатарыңызға кім үйретті? Сіздердің кезіңізде интернетте болған жоқ. Иә, маған соғысы қазір гаджет үйретеді, Құдайға шүкір. Жауапкершілігі жоқ. Оңбаған гаджетті максимум не істейміз, аламыз. Кім үйретеді соны? Сіздің кезде.
Мектепте айтпайтын еді ғой, иә? Айтпайды. Ол кезде болмады ма не? Анатомия болды ғой. Кейін Биология болды. Бізге жаңағы неғын кезінде жаңа балаларға қолынан ұстамаңдар. Балаларын жаңа мен өзім интернатта оқығам, балалардың төсегіне отырсыңдар, екіқабат болып қаласыңдар десе, ойбай деп жаңа аттырып қашатынбыз. Оның бір мен негізі қарсылық болып отқаным. Ұят нәрсе болатын сияқты. Ана қыз кішкене ұятты біліп отырады. Егер бәрін ашып беріп үйретіп отырсақ балаларға, сонда бәрін балалар бізден бұрын біліп отырса, оның керегі не? Егер бар ғой, мынандай қызық. Егер сондай болатын білсе, бала кішкентай жасынан, оған оның құмарлығы артпай ма? Артады. Сол білгісі келіп тұрады. Бұл психологиялық тұрғыда баланың сол сәттегі сезіміне байланысты. Өйткені эрекция деген ұл балаларда ол ерте жетілуде мүмкін. Қазір 7 жастағы балаларда уже эрекция бар. Сондықтан ол енді оны қолдану керек қой. Қолданамын деген ой пайда болуы мүмкін. Бірақ бұл жерде сол ақпаратты дұрыс жеткізу ғой. Уақытына келгеніне. Адаптация. Осы уақытқа дейін сен кейін пайдаланасың. Дәл қазір енді оның 7 жыл қалай? Алмас қой. 7 жыл қалай жүресің? Жоқ. Қараңыз, мен түсініп отырмын. Бұрынырақта ол рас. Бұрынырақта жігіттің қолынан ұстама, жігіттің төсегіне отырма, жігіттің қасына жақындама, және де жігітпен сүйіспе екіқабат болып қаласың деп қорқытатын. Сонда екіқабат болып қалу ол қорқынышты дүние болатын. Жасың 20-да болса да, 25-те болса да, ол бір қорқынышты нәрсе екіқабат болып қалу. Ол тағы да табиғаттың заңды бір құбылыс екен, оны 18-ге толғаннан кейін өзің түсініп аласың. Туып жатыр ғой бәрі деп. Екіқабат болмай қалу қорқынышты болып жатыр қазір. Енді сол кезде солай үйретті. Сіздің жаңағы 24 жасар қызыңыз, мен кішкене сөзіңізбен білмеймін, мүмкін сіз қысылып отқан шығарсыз. 24 жасар қызыңыз 13 жасар кезінде сізге ондай сұрақтар қоймады дегенге мен сенбеймін. Қойған шығар сонда да. Ләйла, өте дұрыс айтасыз. Себебі сіз балаларыңызбен сөйлеспейсіз. Сіз балаларыңызбен ол тақырыпта мүлде жыл жауып қойғансыз. 24-тегі қыз да өзі үйренеді, 13-тегі қыз да өзі үйренеді. Сондықтан олардың қоятын сұрақтарын бұл кісі білмейді арасында. Солай болып тұр ғой. Сіз бір-бірдей сияқты әйтпесе олардың арасында 10 жыл жатыр. Екеуі мүлде екі басқа да мен ойымша. Екі әлем, екі қоғамдық формацияда өмір сүрген. Біреу эср, біреу Қазақстанда тәуелсіз. Сондықтан сіз осы пікіріңізді қайта қараңыз. Қайтадан шақырайық па сізді? Қалжың қой өзі алмасындай. Жоқ, шынымен десең. Айта қойыңызшы. 13-тегі қызыңыз балиғат жасына келді ғой, енді ол қыздың бойында, өн бойында өзгерістер бар ғой, жоқ емес. Сол кезде ол енді көшедегі құрбысынан сұрағаннан гөрі сізден сұрағаны жөн емес пе? Сұраса, ондай маған әлі пока сұрап отқан жоқ. Сұраса, конечно, бірақ неғымаймын. Андай бізде, мен 13-тегіміз, 24-тегі қызым бітіп жаңағы қатынас туралы айтпаймын. 13-тегі қызың жаңағыдай бойындағы бір өзгерістерге байланысты. Болмаса мектепте біреуге ғашық болып қалуы да мүмкін. Немесе ол мектептегі қыздармен бірге көршілес мектептің жігіттерімен қыдыратын да шығар. Ерболдардың төсегіне отырып қою мүмкін. 12-13 жасар қыздардың қазір киімімен, жүріс тұрысы, сөйлеген сөзімен жағатын лагына қарасаңыз, кешіріңіз, мен жолда қалам. Басқа қоя берші енді. Мен өзім арқылы мысал алайыншы. 13 деген бір сондай жас қой өзі, ол деген кейіпкер айтып отыр ғой, қызым ешқашан сұрақ қоймаған, өйткені сіз соған жол бермейтін сияқтысыз. Мен негізі балаларға жайлымын. Қыздармен сөйлескенде жақсы сөйлесіп не қыламыз. Бірақ білмеймін, мен балам, мен қыздар. Сол тақырыпқа келген кезде мен ойлаймын, сіз сол тақырыпта жауап тастайсыз. Бәріміздің басымызда бар. Бәріміз сериал, телевизор көргенде жарнама шығады. Түрлі қанаттысы бар, қанатсысы бар, тампоны бар, басқасы бар. Сонда менің жаңағы балаларым жүгіріп кеп, әдемі ғой ана жарнамалар. Мынау кәмпит па жейтін дейді. Қараңызшы. Мен де ана тығырыққа тірегім. Вино құя береді деп ойладым баяғыдан. Жоқ, білмейсің ғой, не керек. Мені қатты тығырыққа тіреген осы сұрақ. Мен қашанғы жарнаманы басқа каналға ауыстырам көрсетпес үшін, айтыңыздар. Және де қашанғы мен өтірік жауап бермеген болам. Содан мен бір күні алдым да оны жай ғана түсіндірдім. Әйелдің бойында болатын құбылыс балам. Балам 10-нан асқан кезі 8-10 жас аралығында сонда. Бітті, содан кейін ол сұраққа қайтып келген жоқ. Ол түсінеді, ол әйелге ғана керек зат екен. Ол қалай қайтып деген сұрақ қойылған жоқ. Оған да Құдайға шүкір, бір күні болмаса бір күні сол сұрақ қойылғанда мен не деп жауап берерін білмеймін. Дайын емеспін өйткені. Маған көмек керек мамандардың, айтыңыздар. Сіздерге ондай көмек керек емес па? Балаларыңыз сұрамай ма?
әзірше сұраған жоқ, біледі олар. Бүкіл Қазақстанда менің балаларым Біледі. Бұл кісінің балалары біледі уже. Қайдан біледі? Ютубтан ғой? Әжетхана душтарда тұрады ғой, біледі ол кімнің заты екен, не үшін екен. Мен баста бір рет сұрағанда жауап бергем. Сіз деп жауап беріңіз, маған үйретіңізші, мен мүмкін қате жауап берген шығарым деп отырмын ғой. Жоқ, бұл әрине сіздің айтқандай жауап бердім. Әйелге керек балам? Иә. Әйелге керек болды, жауап үлкен, үлкен әйелдерге керек. Үлкен әйелдерге. Үлкен жастағы әйелдерге керек. Өз ойымда айта өтсем, иә. Терлеп кеттім ғой мен кәдімгідей. Мен енді бір интернеттен қарағаным бар. Интернет болғанда, мысалға адамның тәрбиесі дейді. Адамға тәрбие берілмесе дейді, адам жануар сияқты болып кетеді дейді. Бір-бірін етін жейді дейді. Тек қана адамда тәрбие ғана осындай жақсылыққа жетелеп отыр дейді. Тек тәрбие ғана дейді. Мысалға, сіздің заманыңыздағы ол мүлдем басқа әлем. Біздің заманымыздағы мүлдем басқа әлем. Біздің бала шағамыздың өзі басқаша болады, дұрыс қой, Енді қараңыздар. Ол анамыз айтып отыр, ол бала үйреніп алады дейді. Интернеттен арқылы басқа ортадағы несіме үйреніп алады дейді. Дұрыс, үйреніп алады. Бірақ бізде не бар? Тәрбие бар бізде. Дұрыс қой, Бірақ соны жеткізіп отыру керек балаларға, тәрбие жағынан. Қандай сөздер пайдалануымыз керек? Біз былай жалпылама тұрғыда айта береміз, тәрбие айтуымыз керек деп. Бірақ нақ қандай сөздер пайдалануымыз керек? Және де ол қандай интонациямен айтылу керек? Және де қалай арасына пауза қойылу? Біз осы тәсілдерін білмейміз. Біздің проблема осыда. Сол болып біздің проблемада бірақ енді үйленген жігітсің ғой, қызың бар, бір жасы нешеде? Өскеліп жатыр, 6 айлық өзі. 6 айлық. Мен қызым 2-де мысалға. Біз енді жас отбасы ретінде осы мәселе бізге көбірек керек асында. Біз секілді миллиондаған адам мүмкін қарап отыруы дәл қазірде. Сондықтан да қыздың әкесі болайық, ұлдың әкесі болайық, бәрібір біз бір адамдардың өмірі үшін жауаптымыз. Міне осыны естігім келген еді. Өйткені осыған дейін естігім қызын шешесі қарау керек. Жігіттердің бәрі біледі ғой, енді бәрібір бір адам жауаптымыз. Сондықтан да жаңа сен өте әдемі айттың, ана ағылшындарда да бар, the social animal. Адам қоғамдық жануар деген сірә бар ол. Адамды қоғам шынымен де жануар, оның просто санасы ғана жібермей тұрады да. Иә, тәрбиесі ғана, санасы ғана жібермей тұрады, андай жабайылықтар жасауға. Ал бірақ сол тәрбие адамды ит қылып жіберуі мүмкін расында. Адамды былай қарай адамша тәрбие. Дұрыс айтасыз. Жаңағы ағылшында көрсетті кітапта 5 айдан бастап деген, 5 жастан бастап деген. Ол келуі мүмкін бізге. Біздің елге келуі мүмкін. Келген кезде бізде тек осы тәрбие ғана жеңеді. Дайын болуымыз керек. Дайын болуымыз керек, осы тәрбие ғана осы біздің немізді ғана жеңеді. Жоқ, оны біз бар ғой, келет деп, ол біреу біз жаулап алады деп күтіп отырмайық. Өзіміз кітаптар шығарайық. Сондай, жаңағындай прям бір ашық-шашық суреттермен емес, кәдімгі суреттермен міне, мына ер адам мен әйел адам тойда отырған кешегі Хабибтің суреті сияқты қылып деген сияқты қойып қою керек. Міне, осылар үйленді. Енді 9 ай күту керек. 9 айдан кейін міне сендер сияқты балалар болады Алла қаласа. Ал мектепте жүрген кезде бұлардың екеуі бірге отыруына болмайды деген сияқты қызыл креспен салып қойып та, екеуі бөлек. Иә, сондай бір ұлттық тәрбиеге жақын оны психологтар істеу керек негізінде. Кітап шығарыңыздар солай. Бізге артып жатсыз ғой қазір. Жоқ, сіздер мамансыздар ғой, сіздер. Сіз психолог болғанмен, сіз сексолог емессіз. Мен сексолог емеспін, мен психологпын. Осы жерде сіздің айтып отқаныңыздың өзі қате болуы мүмкін, өйткені сіздің сексопатология, сексология жағынан біліміңіз жоқ. Мен өз тәжірибемнен, сіз тек қана тәжірибеден ғана, тәжірибемнен жеке басымның тәжірибесі бір, екінші келген клиенттердің тәжірибесінен ғана айтатын дүнием. Одан артық дүние айта алмаймын. Менің мысалға тілегім, мысалы жас әкелер клубының атынан сізге тілегім десең, сексологтармен, сексопатологтармен сондай бір оқулықтар, қазақтың жаңағы этнографтары бар, бұрынғы тәрбиелермен ұштастыра отырып, әдемі бір кітап дайындасаңыздар. Себебі бізде ақпараттық тұрғыда дұрыс информацияны өзіміздің менталитетімізге сай, жаңағы айтып отқаныңызды, ол қажет. Өйткені бала қояды ғой. Жарайды, мен қазір бұл ақпаратты білемін. Енді не істеймін ары қарай? Өйткені сұрақ қой, енді бұны қолдану керек қой, немесе бұны көру керек қой, ұстап көру керек қой. Иә, сондықтан бұл жердегі айтатын әңгімем дұрыс біздің менталитетімізге жеткізе алатындай. Ол санамызға, иә, санамызға. Қай уақытта бұны сен жасай аласың? Қай уақытта бұның уақыты келеді? Ал оған дейін мен не істеймін? Сол келетін ғана кітаптарды шығаруға болады. Өйткені санасына қоямыз ғой. Сен тек 17-18 жастан асқан сәтте ғана жыныстық қатынасқа түсе аласың. Сол кезде сен жауаптысың, сол осы бір сәтке деген ер азаматтарға бір бөлек, қыздар жеткізу формасын айтып отырмыз, қараңыздар. Мектепте көрсетіледі.
Бізде қазір Көрдіңіз бе? бұрынырақта валиология болды. Я мектепте анатомия болды біздің кезімізде, бірақ анатомиядан бізге химия апайының сабақ беретін апай бере беретін. Ол кезде сабақ беретін апайлар болмады ау деймін. Гинекологты шақырып жіберейінші мен ортаға. Қарлығаш Қалмұратова, кіріңізші. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Жағдайыңыз қалай? Қай жерің ыңғайлы өзіңіз? Мында отырсыз. Жарайды. Анау бізде келіндік не қалыптасқан ғой. Кез келген байқайында осы біздің студияға келгеннің өзінде ер жігіттер келсе, осылай келеді, олар мына диванды көрмейді. Олар бірден мұнда өтеді. Кейбір қыздарды мен мұнда жоғары шығыңыз деп өсіп шығар. Ал енді келіншектер кіріп келе жатса, мына диванды көрмейді, мынаны ғана көреді ғой. Иә, осыған қарай. Ер адамнан жоғары отырмайды да ол кісілер. Иә, қош келдіңіз Қарлығаш ханым. Не деген тәрбие. Осындай тәрбие болу керек қой, жыныстық тәрбиенің өзі. Сонымен біздің осы жерде талқыланып жатқан әңгімені білесіздер. Балаға тәрбие қай кезден бастап беріле бастау керек сіздің ойыңызша? Бұл жалпы бір сұрақ, одан кейін біз бүге-шүгесіне дейін тоқталайық. Сіздің ойыңызша қанша жастан бастап берілген дұрыс? Тәрбие жыныстық қатынас бойынша ма? Тәрбие жыныстық қатынас бойынша бала жасөспірім жасқа жеткен кезде 9-10 жастан бастап. 9-10 жастан бастап ата-ана балаға тәрбие беру керек. Ол менің ойымша. Ол мамандардың бойынша. Өйткені именно сол 9-10 жаста уже жыныстық нелері, мүшелері жетілікті. Уже осы кезде гормондары ойнап, қыздар балаларға қарайтын болады, ұлдар қыздарға қарайтын, сондай қызығушылық пайда болады. Мен бір мысал айтайыншы. Иә, мен түсіндім. 9-10 деген тым қатты кеш екеніне мысал айтайын. Бала бақшада любовь деген сөзді біледі. Венера Тілжан, сексолог, былай айтады. 3 жасар балаға жануарлар арқылы баланың қайда болатынын түсіндіру керек дейді. Жануарлар арқылы. Божья коробка, мынау қыз, мынау принцесса. Одан кейін ақырында принцесса принцқа қарай ұласады. 9-10-дағы қыздардың қазіргі түсінігі, олар айтқанға дейін бәрін біліп қояды. Олар состояние влюбленностьден өтіп қояды. Менің жаңағы 3-4 сынып оқитын балам, осыдан 1 жыл бұрын-ақ айтып жүрген. Классында кім-кімді жақсы көреді, кім-кімді свиданияға шақырады. Свиданияларының түрі ол киноға бару. Оны солай қабылдайды. Сонда ол 7-8 жасар кезде айтып жүрген әңгімеді, мен 9-да, ал енді балам сенімен отырып осы туралы әңгіме айтам десем, балам маған күлетін сияқты. Бәрін біліп қоятын сияқты. Кеш емес пе? Жоқ, меніңше сіз енді ол жыныстық қатынас туралы деп атқаным. Жоқ, енді любовь деген сол келе жатыр ғой, соның алғы шарты емес пе? Келе жатыр, но оған түсіндіре 6-7 жас кезінде бала әлі жас. Оның ойы әлі оған дұрыс келмейді деп ойлаймын. Өйткені ол әлі түгелдей сүйісуге бармайды әлі де. Сүйісуге бармайды. Ол әлі түгелдей білмейді, что именно сол қыз бала мен ұл баланың арасындағы болған жағдайдан келесі адам пайда болатын. Ол әлі болған дейін білмейді деп ойлаймын. Өйткені сондықтан 6-7 жастағы әрине сөз махаббат болады. Да, махаббат болады. Сөз қозғаған кезде балаға түсіндіре білу керек. Хабарымызды бастаған кезде біз мына жерден видео көрдік бір. Бұл 5 жасар балаларға арналған түсіндірмелік, әдістемелік кітап екен. Соны көріп отырып, біз енді 5 жасқа арналған балалар, мен қарасаңыз да болады. 5 жасқа арналған кітаптан енді жағамыз ұстадық. Ал жаңағындай 5 жасқа дәл осындай басқа жұрттар тәрбие беріп жатса, біз 10 жаста мүлдем кеш қалмаймыз ба? Және сіз қалай ойлайсыз? Неге біздің балаларымызға 10 жастан берілу керек та, ағылшынның болмаса немістің баласына неге 5 жастан бастап беріле бастау керек осы тәрбие? Мына кітап қай жақтың кітабы? Бұл біздің кітабымыз. Бұл біздің кітап емес, бұл еуропалықта, латиница мен ағылшын. Жылдан кейін бізге келуі мүмкін. Иә, соны айтамын. Неге басқа жұрттар 5 жастан бастап үйрете бастайды, ал біз неге 10 жастан бастап жүреміз созылып? Біздің менталитет сондай шығар. Біз олардың менталитетінде емес біздің балалар, біздің семьяларымыз. Біз 5-6 жастағы баланы, мысалға менде де бала бар, менде анамын 3 рет. Мен 5-6 жастағы балама олай айта алмаушы едім. Егер ода сұрақ болса, мен оған әрине түсіндіремін, что бала мамадан пайда болады, что мама оны роддомнан алып келеді сені. Ол
сен солай туыласың, ішіңнен шығады, сен солай туылдың деп айтамыз да. Бірақ Жыныстық айырмашылығы уже сол 9 жас, 10 жасқа жақындаған кезде, әрине сонда ғана қыз балаға мамасы түсіндіре білу керек, что сен өзгересің, сенде осылай өзгерістер болады. Мына кісі, мысалы, мен өмірден алынып отыр ғой, бұл кісі ештеңкені айтпайтынбыз, өздері біліп алады дейді. Жоқ, олай болмау керек. Қыз балаға ана айту керек. Міндетті түрде, осы біздің Қазақстанның әйелдері, мамалары, мен өз маман ретінде айтып отырмын, өйткені маған да келеді сондай қыздар. Сіз тәжірибеңізден айтыңызшы, өте көп оқиғалар болған екен, осы өте қызық. Мен тәжірибем уже 25 жылдан асық, мен акушер-гинекологпын, солай қыз балаларда келген маған да, ең жасы бір 14-15 жас, 14 жасар қыз келген, анасымен бірге. Уже бояу болып, бояу сіңіп болып қойғаннан кейін. Уже болып қалған. Не деп келді сонда? Өйткені ол кезінде тәрбие өткізбеген қыз балаға уже айтпаған, уже болып келген жағдай, жүкті болып келген. А жүктілік уже ол өте қиын жағдай бұндай жас кезінде, ол үзуі да өте көп қауіпті. Оны туып, ары қарай туу мәселеге де мысалға келсе, егер туады деп, босану да өте көп қауіпті. Қандай шешім қабылдадыңыз? Енді 14 жасар қыз, 14 жасар қыз, енді оны шешесі ертіп келді, оны үземіз деп. Жүктілікті үземіз деп. Енді қараңыз, 10 жасқа дейін біз созып жүрсек, 1-2 жылда алдыңызға келеді екен ғой, өзі балалардың өзі дайын болып сізге. Оны неге енді онда енді сіз айтып отырсыз, оны ертерек 14 жасқа дейін Ақтөбеде де болыпты. Сол сіздің оқиғаңыз емес пе? Ақтөбеден келіп тұрған жоспар? Жоқ. Ақтөбеде де сондай болып көрдіңіз бе? Сонда Қазақстанның жер-жерінде болып жатыр. Ол статистика көрсеткен нәрсе қызық, бірақ оның көрсетпеген нәрселер одан да қызық. Қаншама жасырын түрде кетіп жатқан аборттар. Шырылдап бара жатқанда түсінен білесіз бе неге? Алмас енді жас отбасы ғой. Біз өттік 40-тан кейінгілер түсінікті. Бізге кішкене жеңілдеу шығар айту. Алмастың кішкентай қызы өсіп келе жатыр. Осындай қаншама отбасы көріп отыруы мүмкін. Біздің тәрбиенің формуласы бұларға жүрмеуі мүмкін, мүлдем. Яғни сіздің формулаңыз бұл жас отбасыларға жүрмеуі мүмкін. Олар мүлдем басқаша есептеуі мүмкін. Сіздер не отта отырсыздар, үлкендер болып алып, бәрін біліп көріп, өздеріңізге ыңғайлы жаққа қарай шығып алдыңыздар деп кінәлауы мүмкін бізді. Ол қарлығаш ханымның формуласы басқа. Менің алған формулам басқа, біздің жас айырмашылығымыз. Ол дүниеге жаңа келген баланың формуласы, ол мүлде басқа, көрдіңіз бе? Ол кісімен арада 30 жыл болса, менімен арада мысалы 20 жыл сондай уақыт. Сондықтан онда жаңағыдай жағдайды болдырмас үшін 14 жасар қыздар аяғы ауыр болып сіздің алдыңызға келмес үшін не істеу керек дейсіз ба? Әрине айтып отырмын ғой, ол семьясында, өзінің отбасында мамасы қыз балаға түсіндіре білу керек. Сол енді 6-7 жасар деп отырсыздар ғой. Енді 6-7 ол бірінші бастаушы класста, мысалға, бастаушы класста. Әрине ол кезде түсіндіресіз, ұл бала оның басқа мүшелері да, жыныстық мүшелері, қыз бала да басқа мүшелер. Қыз бала ары қарай өсесің, дамыйсың, сен де келешекте ана боласың. 9 жасқа барып келгенде мысалға қыз балаға анасы түсіндіре білу керек. Сенде енді ары қарай өзгерістер болады организміңде деп. Өзгеріс болғаннан соң сен ары қарай уже не болуың керек, абай болуың керек, жігіттерге жақындамауың керек та. Жаңағыдай отырмау керек деген сияқты қорқытқан ғой бізді. Енді бұл кісінің кезінде сөйтіп айтты. Отырмау керек емес, оны түсіндіру керек, что егер де ұл бала мен қыз бала жақындап осындай болып қалса, ол немен аяқталатын. Әрине. Солған апару керек баланы. Салдарын түсіндіру керек. Бізде қазақта айтады, көп нәрсені істеме, жаман болады деген бір сөзбен тия салады да, мысалға. Босаға керілме дейді, жаман болады. Болмаса керек та анасының. Салдарын түсіндіру керек. Ұят болады, жаман болады деп айтады да, бірақ астарын түсіндірмейді. Не үшін ұят болады? Етегіңді жауып жүр, сен қыз баласын өсіп келе жатқан. Солдан ұят болады деп солай түсіндіру керек. А бізде жай ғана жауап саламыз. Ұят болады, болмайды. Жаман болады, болмайды. Мысалы, тізең тартпа дейді, жаман болады дейді. Не үшін жаман болады? Соны түсіндіру керек. Жаман болмауы да мүмкін да? Жоқ, жаман болады ғой, жаман болады деп тұр ғой қазақ. Бірақ бұл не мағынасында, бұл неге жаман болады, соны түсіндірмейді. Оның жауабы бірақ сөз ғой, сол. Иә, сол. Болды, жапшы аузың, сол. Сол. Рас. Иә, сол шығар. Бақыт. Қанша жасынан қыз баланы детский гинеколог дегенді қазір мен көріп жүрмін, естіп жүрмін, бар. Ондай мамандар. Қанша жасынан бастап қыз баланы жүйелі түрде балалар гинекологына апарып отыру керек? Туылғаннан. Қыз баланы.
қыз баланы туылғаннан. Туылғаннан. Керек емес, бәрібір апарып отыру керек па? Еш сіздер одан не қылмаңыздар, өйткені гинекологиялық жағынан қыз баланың өзінің аурулары болады, әр өзінің кезеңінде, оны алдын ала жігітпен жүрмей тұрып ақ, әрине, ол обязательно сол жігітпен жүрмей тұрып жаңағыдай жағдай емес, ол өзінің физиологиялық дамуына, өзінің қыз бала енді келешекте ана болады ғой. Ол дұрыс, денсаулығы дұрыс болу керек, дұрыс даму керек. Гинекологиялық, гормоналдық жағынан. Сондықтан туылған кезден бастап уже детский гинеколог қарау керек бала. Жылына бір рет па? Ол өзінің кезеңі болады, айтамыз ғой. Айтыңызшы, біліп отырсын. Расында бұл жыныстық тәрбиенің бұл басы ғой міне. Туылған кезде, мысалға, роддомда қарайды. Қызды, неонатологтар, педиатрлар. Туылған кезде қарайды, ол жай сыртқы жағдайларын қарайды. Сосын сіз учаскеге барасыздар, туылғаннан кейін, әр 2 айда, 3 айда, 4 айда прививка алады ғой балалар. Педиатр ай сайын қарайды. Сол кезде де уже апару керек. Детский гинеколог. Да, бірінші профосмотрда. Но ол бізде, конечно, жаңағыдай жазылмаған немізде. Жоқ, біліп жүрсін жас аналар, біліп жүрсін. Аналар білсін деп айтып отырмын ғой. Өйткені сіздердің қыздарыңыздың келешегі өзіңіздің қолыңызда. Егер сол кезден уже өткізіп алсаңыздар, әрине. Ұлдарды урологқа апарып тұру керек па? Міне, осы. Ұлдарды енді апару керек шығар. Меніңше енді уролог емеспін, ол жағын білмедім. Бірақ мен өзімде 3 ұлым бар. Біз ұлдарды қандай жағдайда урологқа апарамыз? Ең бірінші кезекте еш уақытта ойымызға келмейді, туылғаннан сүндетке отырғызғанға дейін урологқа апару керек екен деген ой. Келісесіздер ғой. Уролог бізге сүндетке отырғызатын кезде керек. Яғни не уролог, не хирург қой енді, екеуінің біреуі. Молда. Не болмаса молда. Дәл осы тақырып төңірегінде шариғат не дейді? Қазір ортамызға дін маманы келеді. Әзірге азғантай ғана жарнама. Қадірлі көрермен, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Бізге келген қонақтан таныстырып кетейін. Ерсейіт Шайыпұлы Нұр Астана орталық мешіттің жақсылықта жарысайық жамағат қайырымдылық қорының мүшесі. Ереке, қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Мынадай тенденция бар. Қыздарский тақырып болып отыр. Жоқ, қыздарский тақырып. Сіздер әдемі ыңғайланып алғансыздар. Дұрыс айтасыз. Міне, біз дін мамандарын, ислам дінінің имамдарды, наибтарды шақырсақ, олар келмейді. Бұл тақырып біз айтпаймыз, бұл тақырыпта сөйлемейміз дейді. Дін бір ақсүйектер ұстанатын нәрсе сияқты. Олар тек қана анау халықтың бақуатты, әл-қуатты кезінде ғана керек, сондай нәрселерге ғана үн қосалады. Елбасы жолдауына да үн қосалады мәселен деген сияқты. Елдегі девальвацияға үн қосады, мысалы сабырға, анау. Ал мынандай кезде отбасының тәрбиесіне, балаға жыныстық тәрбие беру деген кезде олар келмейді. Біз бұл тақырыпты сөйлей алмаймыз. Ал шын мәнісінде дін қоғамнан бөлек өмір сүрмесе, дін халықтың шынымен де жағдайының жақсы болуын көздесе, ол арасында кез келген тақырыпты айталу керек қой, сұралса. Енді сіздің келгеніңізге рахмет, расында. Бұл тақырып сізге қаншалықты шетін, болмаса сіз қаншалықты бұл тақырыпты зерттеп балаларыңызбен әңгіме айтып отырасыз? Немесе қаншалықты бұл тақырып сізге жат, ыңғайсыз? Ерсі? Жалпы негізі мынау, бұл дін деп былай бөлек қарастыратын мәселе емес жалпы. Бұл нәрсені анау қазақтағы біздің тәлім тәрбиемізге, жалпы қанымызға, болмысымызға сіңдіріп кеткен бізге дейінгі сол кезіндегі Абай, Машһүр Жүсіп, шәкәрім аталарымыз анау сол жерде айтады, Жиембет деген ақын айтады ғой, 3 ай 90 кезінде бұқаменен бұрамас, қақ көктемнің кезінде бұқаменен қошқармас, жас болжалы жеткенде қыздар менен жігіт мас дейді. Ал енді біздің жалпы мынау балаларға беретін, тәрбиеге келетін болса, жалпы мен өзім осы мынау отбасында, үлкен көп балалы отбасында тәрбиелендік. Сол жерде әкеміз айтады ғой, балаға әкенің өзі діни білімді алмаса да, егер баласына діни біліммен сусындататын болса, ол әкенің ертең дәрежесі де бір сөзбен айтқан уақытында ақымақ әке саналмайды. Неге? Өйткені менің әкемі діни сауат ашуға, яғни мүмкіншілік бермеген, менің атам ақымақ болады.
Ал менің әкем ақымақ емес, маған діни сауатымен сусындандырды. Медреседен хат таныдық, Алланы барын танып, сол сияқты бізде жалпы ислам дінінде мынау ашық түрде мен өзім медреседе оқып жүрген кезімізде жалпы әкем маған, шешеміз болмаса бұндай мәселеде, бұндай тақырыпта мүлде сөз қозғалған жоқ. Мүлде айтады ғой қазақта, бала үш жерден жақсы жаманды бойына сіңіреді. Бірінші міндет түрде ата-анадан. Ата-анадан. Бала, яғни көргенін істейді. Ана қазақтағы мақал содан қалған ғой. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер дейді. Сол жерде. Екінші, баланың сол емшектен шыққаннан кейін, баланың буыны бекігеннен кейін, баланы, яғни біз садиктен бастап береміз, жоғары оқу орнына дейін, яғни ұстаздарға тапсырамыз. Яғни екінші баланың бойына сіңдіретін тәрбиелік мәселені ол ұстаздан кеп жұғады. Ана ұстазы мықтының ұстамы мықты дейді ғой. Кім қандай ұстаз мәселе сода. Егер ұстаз келіп алып сабақ өтетін жеріне келіп, өзінің әуретті, ұятты жерлерін жаба білмей, баланың алдында лекция оқып тұрып, ручкасы қолынан түсіп кетіп, қолдан жаңағы қалам сабын алу үшін еңкейіп жатып, омырау көрініп жататын болса, ол ұстаздың барынан жоғы деп айтар едім да, ондай өткен лекция түпай күйсін. Ол дәл сол лекция түпай күйсін. Баланың санасына сонда әсер етіп жатқан. Үшінші, баланың, яғни жақсы жаманды бойына сіңірудегі ең маңызды фактор, кешіріңіздер, бұл ортасы. Баланың ортасы қоғам. Қоғам. Осы қоғам не дейді? Абай атамыз кезінде өзінің балдары, өзінің заманында, яғни құлдық санадан, яғни адамдарды сондай бір көшпенділіктен ортаршылдыққа үйретіп, сол бір жерге тұрақтап, сол жерде еңбектенуге балаларына сондай тәрбие тәлім беретін кезінде бір күні Абай атамыз балалары сондай бір жұпыны, жалқау кісілердің балдарымен балалары ойнаған кезінде балаларын дереу шақырып алып, үйдің ішіне кіргізіп, балам, сен кіммен ойнап жатсың? Кіммен ойнап жатсың? Ерінбеген, не дейді анау? Ерінбегенге, еңбекке ерінбесең дәулет тайын, жаңағы сені жатсын деп жаратқан жоқ бір құдайың. Ойлансын деп ой берді, көруге көз. Аяқ берді, тапсын деп басқан сайын деп. Балам, сен кіммен араласып жатсың? Кіммен араласып жатсың? Яғни сен араласатын балдар, яғни сол кездегі Абай атамыздың талабы қандай болды? Ғылымға, білімге, махаббатты соған ашқан балдармен араласуға, яғни мойын бұруды солар талап етті. Ереке жақсы, бәрі күшті айтып отырсыз. Жыныстық тәрбиеге бұрылыңызшы. Жыныстық тәрбиеге. Осы мәселесінде жыныстық тәрбиеде біздерге мына ұстазымыз айтып еді, сіздер ертең мына ер жеткеннен кейінгі ер адамның бойындағы, яғни осындай бір жетілетін уақытта айтады, яғни ер адамдардың азаматы осы бойына жаңа 12 жасқа толғаннан кейінгі біздерге былай тәрбиелейді да, ер адамның бойынан бөлінетін сұйықтық деген тақырыптан келіп басталады. Яғни ер жеткен ана қазақтағы 13-те отау иесі деп не үшін сол нәрсені істеді? Өйткені ана бала ертең осы мәселеден шоқ басып, ертең біреудің ар-намысына тиіп қоймас үшін баланы ертерек үйлендіру мәселесі негізі түпкі мағынасы. Қазіргі кездегі жағдаймен байланыстырып айтайықшы. Қазіргі мен түсініп отырмын сіздің нені меңзеп отырғанын, нені жеткізгіңіз келетінін. Бірақ та ренжімессіздер, қазір уақытта, заманда, жастарда барлығы басқаша кішкене. Өзгеше. Міне мамандар айтып отыр, мен айтпай қояйын, жарайды. Мен айтсам, бұл жерде менің жеке субъективті өзімнің ғана пікірім ғой, менің жеке отбасымдағы, менің балалармен қарым-қатынастағы, менің беретін тәрбием ол сіздің тәрбиеңізден мүмкін бөлек болуы мүмкін, сіздің көзқарасыңызбен сәйкес болмауы мүмкін. Дегенмен оралайық, қазіргі кішкентайлардың тілімен, жас отбасыларының тілімен жеткізуге тырысайық. Олардың бұл дұрыс бұрыстығы және де оларға көмек ретінде болсын қазір. Ақыл айтқандай болмайық. Үйлендіріп тастау керек па? Жоқ. Оның ішінде үйлендіріп тастау керек емес. Былай ғой, Ләйлә ханым, біз қазір балаларға осы мынау жыныстық қатынас мәселесін үйдің ішіне әкеп тығып беріп қойғанбыз көздің алдына. Ол телеэкран.
ол телеэкран, біз ол ештеңе гаджет, істей алмаймыз, айфон, ол оған толып қарсы тұр. келе алмаймыз, ол бар. Қажет деген нәрсесін Неге алуға- қарсы келе алмайсыз? Неге қарсы? Мен мысалға телевизорды қараңыз, мысалға мен бір күні анау 4x4 деген телеканалда мультфильм болып жатыр да, сонда мультфильм мен ойлаған жоқпын. Мен бірақ әр мультфильмді қарап отыратын едім. Сонда ана жерде келеді да, сен неге менің күйеуіммен бір бөлмеде жатсың деп мультфильмда сол нәрсе болып жатқан еді. Мен дереу ана каналдың бәрін блокировка қойып тастадым. Бір тәрбие, қараңыз, осының өзі. Бұны тәрбиенің көзі деп есептейсіз сіз, е? Яғни тыйым салу, ақпараттан шектеу бұл бізді үш-ақ нәрсемен тәрбиеледі ғой. Мен тағы да жеткізгім келіп отыр. Қазір сіз мынау жастарға үш-ақ нәрсемен тәрбиеледі ғой деген нәрсемен сіз бүкіл неңізді өзгерте алмайсыз әр отбасындағы жағдайды. Былай ғой. Жоқ, дұрыс. Мен сізге айтайын, адамды жеңілдік нәрсеге азғыратын ол шайтан, менің тілмен айтсақ. Тыйым салу Шайтанды керек. үйдің ішіне әкеп қойып қойдық. Ол біздің үйдің ішінде тұрған бүкіл ана босаған жаман родительский контроль деген бар. Сол ящигіміз үйдің ішінде тұр. Телевизорда да родительский контроль бар. Яғни қазіргінің тілімен сөйлесек, тыйым салудың бірден бір несі родительский контрольді қосу. Ол белгілі бір уақытқа болуы мүмкін, бір боттар арқылы болуы мүмкін, бір приложениялар арқылы болуы мүмкін. Әр ата-ана оны біліп алсын. Ақпараттан шектеу баланы тәрбиелеудің құралы ма сонда? Сіздер қалай ойлайсыздар? Ақпараттан шектеу керек па? Менің ойымша, маған шектелген ақпарат маған қайта бұл қызығырақ. кісінің айтып отырғаны жаман ақпарат дейді, иә? Жаңағыны жаман ақпарат дейді. Өзіңіз қалай отбасы болдыңыз? Қандай жыныс қатынасқа түстіңіз? Сонда Абайдың заманында да жыныс қатынас жоқ дегенге келтіріп отыр ғой бұл кісі енді былай айтқанда. Ол былай мүлдем ұят үйлендіріп жерді дейді. Иә, сол үйлендіріп жер. Ол бір иә, ол өйткені басқа бір үйлендірмейді. Өйткені ақпарат ол ашық. Оны қанша сіз тыйым салып, қанша одан қашқаныңызбен де даланың өзіне, есік алдына ойнаудың өзіне шығудың өзінен ол ақпарат алынады. ютубта қоя қойсақ та. Мүмкін ол кісінің ойының ар жағын біз тыңдамай қазір тон түсірген шығармыз. Айта қойыңызшы. Бірінші қадамыңыз тыйым салдыңыз. Ары қарай Тыйым салу. Мына балаға негізінде былай тәрбиелеу керек. Балам, ана айтып жатсыз ғой, сыртқа шыққанда өзіне керекті ақпаратты алып алады дейді да. Баланы біріншіден, балам, мен ұлыма қатысты айтайын. Ұлға қатысты жерін айтайын. Ұлым, мен бар жерде мен сенің бүкіл дұрысыңды, бұрысыңды айтып отырам, мен тәрбиелеп отырам. Мен жоқ жерде, бірақ мен жоқ екен деп сен білгеніңді істеме, балам дейді. Балаға не үйретеді? Балам, бүкіл сен қазір сыртқа шығып, бір жаман қазақта анау не ғой, жаңағы бір боқты басатын болсаң, сен сол ана істаған жаман нәрсені айтып отыр бұл жерде. Шынымен боқты елестетпеңіздер. Сол жаман нәрсеге баратын болсаң, о нәрсені сен барып ана тастың астына жасырып кет, немесе барып бір қуысқа тығып кет, бірақ сені кім көріп тұр деп тәрбиелейміз. Сені бір Құдай көріп тұр ғой, сенің не істеп, не қойып атқаныңды Құдай көріп тұр, балам. Ертең мына өмір саған осындай адам жарайды, сен 100 жыл өмір сүре ғой, жамбылдың жасын нәсіп етіп, бірақ сен 100 жылдан кейін барып ана ақыретке барған кезінде бүкіл істеген кітабының авторы өзің боласың, балам. Жақсы. Екінші тыйым салу, екіншісі Құдаймен қорқыту. Қорқытасыз? Иә, мен енді нақты тәжірибелерді бөлсек деймін да, мысалы біреулер осыны пайдаланар. Сіздің тәжірибеңізде үшінші рет. Үшіншісі бар ма? Менде енді қазір Алланың берген 3 қызы бар. Мен әйелім тәрбиелеймін. Мен қызым тәрбиелемеймін, мен әйелім тәрбиелеймін. Өйткені қызбен қандай жағдай болса да, сіз әйел тәрбиелеу керек, қызды әйел тәрбиелеу керек. Неге сіз қызды тәрбиелемейсіз? Мен айтайын, сізді анау ойламаңыз, мен бүкіл бала шағамды мен тәрбиелеймін деп ойламаңыз. Ол қате түсінік ол. Сіз өзіңіз тәрбиелеңіз. Сіз өзіңіз тәрбиелеңіз. Сіз әйелім тәрбиелеймін дегенде қызыңыздың тәрбиесіне араласпайсыз деген сөз ба? Мен енді айтып жатырмын ба. Мен әйеліме, сол қызым айтатын сөздің бәрін әйеліме. Бүкіл нәрсені әйеліме тәрбиеле. Ана қазақтың ана мақал сөзі бар ғой, қызым саған айтамын, келінім сен тыңдадың, мен үйімде соны істеймін. Былайша айтқанда, дастархан басында отқанда, 3 қыз отқанда, сіз қызыңызға айтатын сөзді әйеліңізге айтасыз. Дауыстап. Балаға, әйелге бала жоқ жерде ақыл айт, балаңа адам жоқ жерде ақыл айт. Мен шатасып кеттім, Құдай. Не болып кетті өзі? Тәрбие осындай қиын болады. Сіз қазір анау... Мен ұқпаймын, әйелге қызыма айтқым келген дүниені әйеліме айтқым келеді. Жақсы, көз алдыңызға елестетіңіз, қызыңыздың жасы нешеде? Енді қазір мектеп жасында кішкентай олар. Кішкентай. Бірақ та ол кішкентай қыздың да бір қызығушылықтары пайда болады ғой. Құрбыларынан куклада Барби бар, Барбидің жігіті Кен бар, олардың кішкентай ойыншығы бар, олардың жататын төсегі бар. Қазіргі ойыншықтардың бәрі сондай. Мен тағы да өтірік айтып отқан жоқпын. Кез келген ойыншықты алсаңыздар, двухспальный кроватьмен береді.
Ол қыз екеуінің Барби мен Кенді қатар жатқызатынын біледі. Өйткені олар қыз бен жігіт. Дұрыс па? Енді осы жерде бұл ойыншықтың формасымен келтіріп тұр мен мысалды. Енді дұрыс қой, сіз қазір ол ойыншықты айтасыз, басқа қыласыз. Мен біріншіден ол ойыншықта қызыма әпермеймін да. Біріншіден, оны әпермеймін да. Екіншіден, жаңағы мәселеде мынау қыз деген баланы тәрбиелеу өте қиын екен, пайғамбарымыз өзі айтып кетті, бұны мойындаймыз. Қызды сонда өзінің замандағы бір сахаба, я Расулалла, менің 3 қызым бар, тәрбиелесем жұмаққа кірем ба дедім, я кіресің деді. Осы жерде нені меңзеп отыр? Қыз баланы ұл балаға қарағанда тәрбиелеу 2 есе жауапкершілікті сезіндіріп отыр. Қыз баланы тәрбиелеу өте қиын. Бірақ сіз тәрбиеге араласпайын деп отырсыз ғой. Араласпайын, мен араласпағанда мен қызымды бетімен қойып отқан жоқпын. Бұл кісінің айтпақ болғаны әйелімді бірінші тәрбиелеймін. Құрметті көрермен, қазір кезекті біз бейне сюжетке бергіміз келеді. Экранға назар аударыңыздар. 14-15 жастағы жасөспірім жігіттер жыныстық қатынас туралы не біледі? Олар не көріп жүр? Және үйінен жырақта жүргенде олар немен айналысады? Осы сұраққа қатысты мен жасөспірім жігіттерге эксперимент жасап көрмекшімін. Қазір не істейсіңдер, уақыттарың бар ма? Иә. Мен қыдыруға қалай қарайсыңдар? Қыдырамыз. Қыздарың бар ма? Жоқ. Неге? Режим, қыз болса режим кетіп қалады. Мен 25-тен. 25-тен. Ақсамайын ба? Ақсамайсыз. Үлкен қыздармен бұлай общение істейсіңдер ма? Иә. Қыдырып тұрасыңдар ма? Тамақ ішіп болғаннан кейін бір жерге барайық та? Бүгін дейсіз? Иә, бүгін. Күнге дейін көңіл көтеріп қайтайық. Иә? Аха, давайте. Составим компанию. А что, бір өзің жүрсің бе? Иә, бір өзім жүр. Қыдыруға уақыттарың бар ма? Бар. Спорт және махаббат. Все, давайте, пока. Ау, жүріп келейін? Өзі жақтырмай тұрсыңдар ғой? Жоқ, отыршы әңгіме айтып отырсың. Енді қыз отырайын. Отырайын ба? Иә, жайғасып отыра бересің бе? Мына досың жақтырмай тұрған сияқты мен. О, сондай жігіт тұйық жігіт та. Қай жыл қолымыз? Жасыңыз емес, жылыңыз. Мен 94-тің 25-тен. Ночной клубтарға барасың? Былай. Қайлан болады, балдар сөйтіп бірақ. Клубқа баруға қалай қарайсыңдар? Барсақ барайық, маған номер жазып алдыңыз ба? Иә. Сол номерге хабарласыңызшы. Олай менен ұялып тұрған жастар ма? Жасы үлкен деп? Өткенсіз ғой. Өткенбіз? Иә. Сізден үлкен кісілерге де барғанбыз. Барғанбыз? Барғанбыз, иә. Жай сөйткен. Что WhatsApp-тан жазып тұрмыз деймін. Иә, жазып тұрам. Қазір сендер тамақ жеп алыңдар, мен сендерге хабарласам. Сосын караокеме бір жерге барып отырайық, иә? Иә, өздеріңіз байқағандай 15 жасар жігіттеріміз қасына қыз келіп тұрса кетер емес. Олардың білмейтіні жердің астында. Олардың осындай жаман әдетке әуес болуына не себеп? Әр отбасының тәрбиесі әртүрлі. Біздің тәрбиеміз мүлдем басқа. Өйткені сіздің біліміңізге біздің білім жетпейді. Сіз өйткені медреседе оқығансыз. Біз жай ғана аграрханы оқыдық мысалға да. Біздің тәрбиеміз әртүрлі. Сізге қарсылығым жоқ ешқандай. Менің ойымды Қарсылығым жоқ деп 3 рет айттыңыз, бірақ та түбінде қарсылығыңызды жеткізе алмай отырсыз. Мен солай түсініп отырмын сіздің қазір. Қарсылығым болғанда мына ағам сияқты тәрбиелеу. Сіз ондай діни білімім жоқ, бірақ та менің үйімнің формуласы, тәрбие беру формуласы мүлдем басқаша дейміз керек. Болды. Ол сіздіңкі ол жаман деп ешкім айтпайды ғой, әркімнің өзінің отбасына. Түйіндейікші, ойыңыз бар ма? Пікірлеріңізді айтыңыздар. Негізінде я кішкентай кезінен бастап 3-4 жастан бастап тәрбиелеу деген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені 3-4 жас кезінде қызға қыз екен, балаға бала екен бөліп жарып айту керек. Ол бірінші қадам. Ары қарай 5-6 жасында сырт жақтағы адамдардан келетін қауіпті де бір шет жағасын хотя бы ашып айту керек. 7-8 жасында гигиенаға үйрету керек. Қыздың гигиенасына үйрету керек. Ал 9-10 жасында кішкене ер баланы эрекцияға, қыз баланы етеккірге жаймен дайындау керек. Ал уже онан асқаннан кейін жыныстық қатынастың бәрін ашып айту керек ол балаға.
өйткені осыған дейін тәрбиенің бәрін көрген бала ол одан кейін оны қалыпты жағдай деп ойлайды. Ер балаға айту керек, 15-16 жас кезінде ғана ер баланың организмі дайын болады. Ал қыз баланікі 17-18 жасында оған дейін айналысуға болмайды, өзіңе зиян келеді деп айту керек. Біздің ислам дініміз бұл туралы айтқан жоғымыз, айтты Алтеке. Енді келдік па? Бала мен қызды, яғни өздерінің ақыл есін жетік білгеннен кейін осы бір бізде кішкентай бала мен қыздарды бір жерге жатқыза береміз, үйде. Болады ғой. Жаңа жатын үлкен кроват болса, бірге жатып ұйықтап береді кішкентай. Бірақ осыны дейді да, енді ақыл естері кішкене дамығаннан кейін екеуінің төсегін екіге бөліңдер деп бұйырды. Өйткені не деді? Термен тері тигеннен кейін автомат түрде сіздің жаман тәрбиенің ең басы осы жерден сезім арқылы беріледі. Терге тер тигеннен кейін бір рахатты сезіп жатыр адам. Осы нәрсені бөліп тастаңдар деді. Болды. Бөліп тастаңыз, болды. Яғни біз кез келген жаман нәрсенің түбіне, ең түбіндегі балтамен шауып, тамыры шауып отырыңыз, мынандай ұрпақ тәрбиелейсіз. Мен әр бізді көріп отырған көрерменге мынадай нәрсені тілеген болар еді. Қызыңыздың бір бөлмесі болсын, ұлыңыздың бір бөлмесі болсын. 10 балаңыз болса, 10 балаңызда 10 бөлме болсын. Сонда проблема шешілмейді. Қадірлі көрермен, Ләйләң айтқан пікіріне мен де қосыламын. Расында әр қазақ баспаналы болсын, 10 бөлмелі үйі болсын. Мен бүгінгі хабардан ұққан негізгі бір тезистарыма тоқталсам деп отырмын. Яғни осы жерде мамандардың айтқан, сіздерге айтқан бір амалдары, тәсілдері мекен мүмкін. Қыз баланы туылғаннан бастап балалар гинекологына жиі апарып тұру керек. Осыны ескеріңіздер. Әке қыз баланың жыныстық қарым-қатынасының дамуына ат салысуы тиіс, міндетті де. Дұрыс. Одан кейін 9-10 жастан кейін, мен барлық мамандардың ғана сөзін қайталап отырмын. 9-10 жастан кейін баланың дүниеге қалай келетін ашық айтуға болады. Мен түсінгенім. Менің де бір жазып алған пікірім бар. Қадірлі көрермен, Ләйләның жаңағы айтқандарын үнемі есте сақтап жүріңіздер. Келесі көрсеміз. Рахмет.